Hey сәлем достар, сендермен бүгін Seka KZ және бүгін тағы да біз сейф ойнайтын боламыз достар. Бүгін тағы да Seka KZ ұрлыққа түсетін болады достар. Достар, тағы да Seka KZ ұрлыққа түсетін болады достар. Бұл өте жаман нәрсе, ұрлыққа түсуге болмайды негізі достар. Біздер тек жай ғана мынау ойын достар, сол себепті біздер әрі қарай кеттік достар. Бізге алдыңғы екінші бөлімде біздерге 112-ші үйді картинканы поцелуй деді ма, поцелуй картинкасын ұрлап кету керек болған, немесе оның көзін жою керек болған достар. Міне уничтожить или украдить картину поцелуй дейді. Мына картинкаға міне достар, көздерің жұмыңдар, қарамаңдар мына. Әзіл достар, қазір мына қабылдайық ананы, және так уничтожить. Мына да картинка бар екен достар, екеуін қабылдайық. Мынау 110-ші үй, мынау 112-ші достар. Жаттадық, қай дом екенін, қай үй екенін кеттік достар. 110 мен 112-ге барып ұрлайық онда достар. Картинкалерін ұрлайық. Көшеге шығайық. Seka KZ бүгін көшеге шықты достар. Бәрін тығылыңдар, қашыңыздар. Себебі Seka үйлеріңді главный, ең маңызды үйлеріңді құлыптап жауыңдар. Seka KZ көшеге шықты достар. Так 110-ші үй және 112-ші үй болатын достар. Қазір 110-ға барып бірінші картинканы ұрлайық. Ол үшін біздер 110-ші үйге барып көлікті артынан қойып, қашып кетуге ыңғайлы қылып, артынан қойайық. Картинканы багажды ашып қойайын. Себебі артына картинка салатын болам достар. Артын ашып дайындап қойайын. Мынау сірә ашық тұрды ғой мына үй. Мынаның есігі ашық тұр еді, біз артынан кірдік қой. Мына картинканы ұрлау керек бізге. Мынадан керекші достар. Бұл үйде ешкім жоқ, сол себепті асықпай, қиналмай ұрлай береміз. Мынақтан біздер мыналарды ұрлау қажет жоқ, тек картинка ұрласақ жарайды достар. Ол жерде қатты қымбат нәрсе жоқ бұл үйде. Оны біз білеміз, көрдік. Есікті ашам. Есік ашыл. Есік ашылсайш. Қаяқтан артынан бару керек па бізге? Мына есік не ашылмай тұр? Ашыңдар есікті. Бұл тез есікті ашамыз. Ашамыз есікті. Мынау не ашылмай тұр достар? Мынаны яқтырайыншы. Ал кеттік. Есігінің өзі, үйдің иесі өзі жауы бар есікті. Давай тез-тез, ешкім көрмей тұрғанда тез-тез салдым, жаптым. Достар, картинканы ұрладым. Енді біздер сразу мынаны үйге апармай, артымызда жүре берсін. Братала 112-ші үй болатын достар, 112-ші үйден поцелуй картинкасын ұрлау керек біз достар. 112-ші үй анау, ана сигнализациясы бар үй ғой достар. Оның алдында милиция шақырып жүріп, ұсталып қалған үй осы меді достар. Алдыңғы бөлімде, екінші бөлімде солай болатын достар. Машинаны, көлігімізді, өзіміздің орнымыз бар еді ғой мына жерде. Достар, көлігімізді өзіміздің орнымызға қойайық. Мына лесенцияға тек ыңғайластырып қойайын. Осы жерге қашып кететін қылып, шөптердің арасына тығылып, тағы да күдіктеніп милиция шақырып жүрмеу керек ешкім. Біздер мынаған қай жерден кіреміз достар? Міне сұрақ сендерге, үлкен сұрақ. Мынаяқтың үйдің ішінде адамдар барды. Біздер мына картинканы ұрлау керекпіз достар. Мына үйде неше адам бар? Бұл сіздерге кішкентай сұрақ. Мынаяқта мынау кете ма, кетпей ма өзі? Мені байқап тұр, маған күдіктеніп тұр. Мынау кетпей, есігі ашыла ма екен достар? Ашуға болады екен достар есігін. Есігін біздер білеміз, қалай істеу керегін. Ойбай. Ашыл. Болды достар, есігі ашық, дайын есігі. Енді біздер мына адамның кеткені, мынаяқта бір екі адам жүр ғой достар, мынаяқта бір емес. Достар, әйелі мен күйеуі ғой мынау. Оны істеп басу жуып ма күйеуі? Әйелінен қорқатын күйеуі сияқты ғой мынау достар. Жігіт әйелінен қорқатсақ басу жуып жатырның қараңдар достар. Қорқпайды. Мынау қазақтың жігіттері емес, мынау Американың жігіттері ғой достар. Қазақтың жігіттері болғанда олай болмас еді достар. Әйелдің өзі жуатын еді. Әзіл достар, енді мына картинкеге келетін болсақ, мыналардан біз енді қалай ар жағынан барып көрейінші достар үйдің. Мен ешкім көрген жоқ. Мына байқап қалды достар. Мына жерден бара алам ба мен? Мынада міне алам мен достар. Міне алмайым ба? Мына жақта ашпап міне алмайым. Достар, ма үйдің алдымен бару керек. Қалай дегенмен де
Үйдің алдымен бару керек сияқты, артынан бара алмайтын сияқтымын. Так, мыналар ұйықтай ма екен өзі? Ой, жай. Мә, мистік қалды. Мә, достар, тағы да полиция шақырып жүр. Ой, кеттім мен. Мынаны тапсырып келейін мен ломбардқа барып. Қаяқтан кетір? Мына жақтан кетір. Мен сен ар жақта кетір. Үстіндегі мигалкасы көріп тұр, достар, алдымнан да келе жатыр. Ойбай. Йо-майо, мына қызды қақып кеттім ғой. Не істеп жүрсің? Алдымда көзің көрмей ма не? Так, достар, картинкам бар екен, манағы жерден шықтым. Так, мына достар. Достар, мынаны тапсырып келейікші біздер картинканы. Маған көзіме күйік болып тұр, что-то мына картинка ұсталып қалады сияқты сөйтіп жүргенде. Мынаны тапсырып келейін, ломбардқа сатып келейін. Или болмаса, жоқ, достар, сатып келемін, дұрыс. Так, сатып келгеннен кейін ана үйге барып, ана картинканы ұрлау керек болам, достар. Тіке ломбардқа барайық. Орындадым. 5 деген балға орындаған сияқтымын. 5 жыл тұр ғой, достар. Так, ассалаумағалейкум. 40 доллар ма не сондағы? Жақсы, рахмет, жарайды мағанда. Оған да шүкір, достар. Так, енді 112-ші үй, достар. Ана картинканы қалай аламыз, сол маған сұрақ болып тұр. Бір емес, хотя бір адам болса, енді ештеңе емес, бірдеңе қылармыз, достар. Бір емес, 2 адам жүр анаяқта. Достар, мен түсіндім. Мен деген қазір үйге барайын. Манағы заводдан секретімді үйреніп алу керек маған, достар. Үйім қайда? Манағы заводдан секіріп, арт жағынан бару керек екен, достар, бізге. Так, қазір мен үйренейінші. Навик. Секрет мынау ма еді? Жоқ, мынау емес. Мынау ма? Мынаяқта жоқ қой, достар. Мынау ма? Лофтс мынау ғой, екінші мынау неге? Мынау неге олай заметки дейді? Мынаяқта не бар? Так. Телевизор. Кетті ғой мынау. Информация. Так, мыналар. Мынаяқта тағы бір не көріп едім мен, достар, қарайсыз? Задание. Мынаяқта қазір мынаяқта бір задание көрген сияқты едім. Так, мынау сірә, мына картинка. Мына жерден, достар, 113-ші үйге барып. Так, возможность местонахождения добычи. Аларды сатып алсам мен деген ішіндегі барлығын білсем болады. 112-ші үйдікін алайын, достар. Так, 112-ші үй керек болады маған. Достар, 112-ге барамыз. Мә, 112-ші үйдің кухнясында, достар, қымбат ваза тұр екен. Соны бізге айтып жатыр мынаяқта. Қымбат ваза тұр. Так, сосын бізге нешеден нешеге дейін деді жаңа үйдің иесі. Нешеден нешеге дейін болмайды бізге подсказка міне. 112-ші үй қайда? Мынау неше? Кухня 5. Не дома? 3, 2. Так, 1, 2, 3, 4. 4 сағат 1-ден 4-ке дейін, достар. Онда біздер ұйықтап алайық, қазір жақын жерге бар ұйықтап алайық. 1-ден 4-ке дейін үйде болмайды екен, достар, менің түсінігім бойынша. Қазір 1-ден 4-ке дейін ұйықтап қараймыз, достар. Парковкаға барайық. Мынаяқта парковка бар еді ғой. Міне. Мынаяқтан енді ұйықтап алайық, достар. 1-ге дейін. Сағат 1-ге дейін ұйықтаймыз. Машинадан шықпаш, құдайым-ау. Кеттік 112-ші үйге. Ешкім жоқ қой, Так, олар ұйықтап жатыр ма екен, или немесе үйінде жоқ па екен? Үйінде екен, достар. Неге онда үйде болмайды деп тұр олар? Мынау емес па 112? Міне, достар, кетіп батыр. Кетіп қалды, қай кетті? Так, әйелі кетіп қалды үйден. Енді
үйде ешкім жоқ иә достар. Мына есігін ашып едім ғой мен. Тағы да ашу керек бола ма екен қайтып ашатын боламын достар иә. Так, мен профи болған сияқтымын ғой достар. Сразу ашып тастадым оны, қараңдар. Так, және мен ашайық. Ешкім жоқ қой үйде. Так, маған мына вазы. Теледидар ма мынау? Жоқ, теледидар емес. Бізге ваза. Так, үйдегі адамдар келіп қалмасын тек. Бізге картинка қай жерде? Біздің картинка. Поцелуй картинкасы қайда біздегі? Мынаны алып алайын, қымбат зат сияқты ғой. Так, картинка мына жақта сияқты ғой. О, достар, міне картинка. Мынаны алайық. Так, мен көлігімді қайда қойып едім? Так, тез мынаны апарайын да, сосын барып тағы бірдеңелер көрейінші достар. Қымбат заттар бар сияқты мына үйде. Так, әлі уақытым бар менің достар. Мына артын ашпаппын. Багажды дайындап қойғым келеді, ашып. Так, алыншы шай тез бол, багаж жабайын. Енді достар, тез барып фонаригім жағайын да. Қымбат нәрселер бар ма екен бұл үйде? Қарайыншы. Ақша жатыр, ақша. Так, нешеде? 15 доллар екен. Так, тағы қандай қымбат? Кухнядағы жаңа вазаны алдым. Қымбат дегенде ең бірінші очередь алдым оны. Нақта не бар? Нақта үйден шығып кететін есігі. Шкафта нелер бар екен? Шкафта дым жоқ. Толық балға болады екен шкафқа достар. Шкафқа толық болады. Так, әлі уақытым бар. О, ваза. Қанша екен мынау? Так, бағасын білмеймін, салып алайын сонда да. Так, тездетейік достар, туалет, ванна, ештеңе қарайтын ештеңе, еш нәрсе жоқ. Мә, инвентарым тоқ қалды дейді. Достар, үлгерем бе екен мен? Қазір машинаға барып бәрін... Так, есігім қайда? Машинаға барып бәрін тапсырып келетін болсам, үлгермейтін сияқтымын достар. Мына бәрін істейінші. Так, кубок, тостер, поставил книжка, конфетка. Так, достар, мен үлгермейтін секілдімін. Так, тағы да ұйықтап тұрайыншы мен достар. Жоқ, достар, мен ломбардқа барайын бірінші. Ломбардқа барып орындайын, жарайды осымен достар, бізге жетер. Атока мен ұсталып қаларым. Ломбардқа барып тапсырайын картинасын. Ломбардқа тіке барайыншы. Орындадым. 5 жұлдызға 5-ке орындадым. Жарайсыңдар достар. Так, ассалаумағалейкум. 70 доллар ма картинка? Жарайды, жақсы екен. Жақсы, машина көлігімде тағы ящикте заттарым бар ғой, алайын. Мыналарды қаншаға екен қарайын достар. Кетіп шығамыз. Мыналарды қаншаға аласың, брат? Мынаны 70-ке алдым. Жақсы. Йо, достар, кофеварка дейді, 200 доллар. Мәссаған. Рахмет саған, братан. Кірпет алам ба, жоқ, алмайым екен. Рахмет саған, 200 долларға алды кофеварканы. Қымбат екен шынымен де. Үйге барайын. 200 доллар деген, йо-майо, қымбат қой. Так, достар, енді бізге не қалды? Бәрін орындаған секілдімін. Қандай бізге миссия? Так, мына үйден мынаяқтан украшение дейді достар. Мынаяқтан да вазаны қараңыздар, қымбат вазаны ұрлаңыздар дейді. Немесе оның көзін жойыңыз дейді. Так, біз ұрлап ломбардқа тапсыратын боламыз өзіміздің немізді. Так, 150 доллар кетіп қабылдайық. Бұл үйде нешінші үй мынау? Нешінші екен қараймын, қарамаппын достар. 113-ші үй екен достар. 113-ші үйдің бізге заттарын алу керек. Так, мына заттарын алайын. Бәрін кім жоқ үйде қашан болмайтын бәрін қарап отырамыз достар. Бізге подсказка беретін бұл 9-дан 2-ге дейін ешкім болмайды екен достар. Нақтың кілтінді алып алуға болады екен, бізге кіріп шығып спокойно жүре беретін. Так, улицаға барайық. Так, мана бізде қай үйде? 112-де. 112-ші үй oldu ма бізде? Так. Достар. Жоқ, 113-ші үй болған екен ғой. 9-дан 2-ге дейін болмайды ешкім. Ешкім болмайды 9-дан.
Так 2-ге дейін де. Жарайды достар. 9-дан 2-ге дейін ешкім 113-ші үйге барайық. 113-ші үй енді. Алдындағы милиция шақырып жүретін үй ғой достар. Мен сасық мусорға тығылып кіріп кететін үй ғой достар. Сол үй мынау. Көлігімізді так дұрыстап қояйын. Яқта картинка ұрлайтын болам достар. Сол себепті артына қарап қояйын. Достар, біздер ұйықтап алу керекпіз ғой айтпақшы. Сағат неше болды қазір? 4-тен кетті достар. 4-тен бізге 9-ға дейін ғой, 9-дан сағат 2-ге дейін бізде ешкім болмайды достар. Так, мен 9-ға дейін ұйықтап алу керекпін онда достар. 9-да келіп 2-ге дейін менің уақытым бар достар, ұрлауға. Так, өзіміздің парковкамызға барып ұйықтап алайық. Достар, сендерге ұнап жатқан болса, видео осы каналдың астында подписаться кнопкасын басып, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар достар. Так, ұйықтап алайық 9-ға дейін. Туно шығып кете беретініз. Кеттік. Ал кеттік. Бізге жол болсын. Так, 113-ші үй. 113-те адамдар кетті ме екен? Кеттіңіздер ма? Әлі кете алмайатсыздар ма? Так, мына қойсақ бір күдіктенер ме екен? Ұйықтап отыр анау да. Анау ұйықтап отса, біз жайлап үйдің алдынан барайық. Мынаяқтан барып ашалап, есікті ашып так, оян күтпесін. Достар, мынау жаңағыдай. Анау принтер ғой достар. Принтерді ұрлап көрейік достар. Так. Бол, ешкім көріп қалмасын, тез болшыш. Но принтер қолына осындай қылып заттарды алсам асық па, жүріп кетеді екен достар. Принтер мына көлігіме сыяр ма екен багажникке? Так, мына жерге қоя тұрайын. Достар, сыйып тұр. Так, ашып қойын, тағы бір нәрселер ұрлайтын боламыз. Так, мына жерде картина болу керек қой. Мына картина ма екен? Жоқ, мына жерге бар деп тұр бізге достар. Так, екеуі де ұйықтап отыр екен ғой, ұйқыбастар. Ұйқыбастар. Адам деген күндіз ұйықтай ма, бетті түс қайта? Жұмыстарыңа бармайсыңдар ма? Так. Естіп қалмасын тек. Жаймен ашай. Ойбой, достар. Мені байқап қал. Мына вазын ұрлау керек болатынмын. Тез қашайын енді, үлгерсем қашайын тез. Тез. Менің көлігімде нем қалып қойды ғой. Мана қымбат не жарайды ештеңеміз. Главный орындасақ болды заданиен. Ломбардқа барайық достар. Бізге 5 жұлдыз бермейді шығар. Біздер себебі ұсталып қалдық, есігін ашамыз. 3 жұлдыз бер. Ол да жарайды достар. Болады бізге. Артында бар екен менің принтер. Мынаны қанша қабылдар екен? Қабылдайсың ба принтерді? Саған алып келдім. Так, $270. Достар, мынау $70 екен. Достар. Жаман емес бұл жолы. Милиция шақырса да біздер қашып құтылдық. Достар, үйге барайық. 113-ші үйді де тонап үлгердік. Енді бізге лофкс дегенді алу керек. Так, ашылып тұр. Мынау да ашылып тұр ма? Мынаны қалай ашамыз? Маған 6-шы уровень керек дейді достар. Менің уровенімді көбейтуім керек. Сонда ашылады екен достар. Так, мынақта не деп тұр? Мынау не? 111-ден біз не істеу керек біз мынақта? Так, мынаны алдық қой біздер. Коробканы алу керек болады. Мынаны алдық. Енді біздерге мынаны аш деп тұрды. Жоқ, мынаны пока мен ашпай тұрайын. Так, біздерге задание алайық достар. Тапсырма алайық. Қандай тапсырма болды ма уже? Тапсырма бітті ма? Тапсырма бітіпті достар. Біздер жай ғана ұрыға түсекші онда. 111-де не бар мынақта? Достар, миллері дейді. Мынақта қара 105-ші 106-ші үйлер мынақта қымбат үйлер сияқты ғой достар. Мынақта байлар тұрады сияқты достар. Так, мына үйге 104-ші үйге барып көрейікші достар. Назаттарын сатып алайын. Менде 1073 ақша болыпты.
Достар, мен мынақта на заметкімнен көріп тұрмын, 104-ші үйде гаражында мынандай қымбат гитара тұр дейді достар. Бәлкім 104-ші үйге барып көрерміз достар. 104-ші үйді қарайықшы. Гитарасы мені қызықтырып тұр. Гитараны ұрлағым келіп тұр достар. 104-ші үйге барам сол себепті. Және де бұл үйдің ішінде емес, гаражда да достар. Оңай шығар деп ойлап тұрмын, гаражда болғансын. Әйтеуір гаражда адам болмайтын шығар деген ойдамын достар. Мынау неше 106-шы үй екен, мынау 105, 104 қайда сонда? Мә достар, көзімді жерге қойын. Так, багажды ашып керек па? Келеміз, ладно, жарайды. Міне достар, гаражы мынау. Міне 104. Мына гаражды қалай ашамыз? Мынау астында жүр ғой. Так. Мына секіре аламын ба? Секіре алмайды екен достар. Есігінде аша алмайды екен. Қалай барам енді? Қалай барсам болады достар? Мына жерден міне алмаймыз. Гаражға мына жерден барам екен. Артқы есігіне ашып көрейік достар. Артқы есігіне барып көрейін. Мынанда аша алмаймыз екен достар, сындыру керек болады бізге. Шақсақ қазір сигнализация. Достар, терезесі ашып тұр мынақта. Мә достар, үйдің ішіме баратын боламын, қиын болады сияқты. Достар, осы үшін лайк басыңдаршы, қазір астына шығыңда. Каналға тіркеліңдер, лайк бастар ғой, телефон. Лайк басамыз достар, лайк. Каналға тіркелеміз, ол қиын нәрсе емес қой достар. Тек бір кнопка астына подписацияны баса қоясыздар, болды. Так, біздер мынақта тағы не бар ұрлайтын? Сейфті аша алмаймыз. Так, мынаны ашайын. Үйде біреу ұйықтап жатыр. Ашылтыш. Тек біліп қалмаса болды достар, тағы милиция шақырып. Біліп қалмаса болады. Жаймен ашамыз. Жаймен аштық. Гараж үстінде болу мүмкін емес қой. Гараж астында болу мүмкін. Мынақта ұрлайтын заттар бар. Ешкім жоқ па? Ешкім жоқ. Мынақта кім бар? Мынақта ешкім жоқ достар. Мына телевизорды алып кетсем бе екен? Мынақта қымбат ваза тұр достар. Мынақта қымбат ваза тұр. Так, достар, әлем. Мынақта да ваза тұр достар, қымбат ваза. Мынақта не бар? Достар, пульт па бірдеңе тұр мынақта. Қымбат нәрсе шығар. Телефонда қымбат қой достар, алып алайын. Кеттік. Так, гитара. Мә, біреу келді ма? Мә достар. Мойо. Тастан қашты құрсын. Мойо, шошып кеттім ғой. Мойо, секір, милиция келді. Қашты достар. Ұстап қалмайық дек, ұстап қалмайық. Мойо, тез. Мама, артта милиция болып жатыр. Топ қалайыншы достар. Топ қалайын, жарайды, топ қалайын достар. Үйге қашайын ба деп ойлап едім. Мына жерге топ қалайын, сасық мусорға қайтадан келдім достар. Мойо, мұна иісі отырғызбайтын болды ғой енді. Полициялар тез кетсе екен. Тез кетсе жаңағы тереземен кіріп, гаражға қалай баратын білмей тұрмын достар. Мана бір пультті алдым, сол гараждың пульті емес пе екен достар. Қазір қарайыншы. Мына жерде бір пульт, міне пульт алдым достар, мына гараждың пульті ма? Мына ненің пульт екен? Қараңыздар достар, қандай пульт тұр. Мына телевизордың пульті ма? Ненің пульті? Мен түсінбедім. Так, аны бізді қайдан байқап қалды достар, мен соны түсінбедім. Тез кетіңізші енді. Полицияны күтіп отыру керек болды. Сасыған мына жерде, сасыған естігісі келіп. Мойо достар. Мынаны ашық қоюға болмай ма? Хотя кішкене ауа жұтатын. Ауа келмей қалды ғой маған. Достар, күтейікші, полицияны күтейік, тез кетсін. Жаңағы жерден барып, мана пультпен гараж ашылса жақсы болар еді достар. Гаражды ашып, алып тек қашып кете қоятын достар.
Да, біреу кетті, енді екінші жүр. Не істеп жүр екен, екінші сірә бір таба алмайды мені. Сасып отқан жерде отқанын қайдан білсін мен. Кетті достар, шығайық. Так, ешкім мені танымайды, мен де ешкім танымаймын, саумайкым. Так, мына жерден былай барайыншы. Сонда қалай кіреді достар, мен пультпен мүмкін мына гаражды қарап көрермін. Мына жерде тығылатын жер бар екен достар. Алысқа жүгірудің қажеті жоқ екен бізге. Так, мына пультпен аша алмаймыз достар. Аша алмаймыз екен достар. 105-ші үй, 104-ші үй. Так, жаңағы жермен барайын. Мына қайтып кілтеп қойды ма не? Жарайды достар. Мына ішіндегі ненің адамдардың қай уақытта жұмысқа кететін, қай уақытта үйде болмайтынын қарау керек екен достар. Оны сатып алмадым, мына жақта жүр міне. Так, кухня жақта жүр ма? Полицияға соғып отқан жоқ па тағы да? Соткасын шығып отыр ғой. Мә, біреу жүрген сияқты. Так, жайлап кірейік. Адамдарды көре алмаймыз да достар. Мақта не бар? Мақта не бар? Тағы да қараптан қарап шақырып жүрмейсің бізді. Полицияны. Так. Ой, мен естіп қалдым. Полиция шақырып жүрмесе болады да. Так, гараж қай жақта еді? Мақта адам. Так, гараж қай жақта екен достар? Мақта бір адам тұр. Так, көріп қалмасын, естіп қалмасын. Гараж қай жерде достар? Гаражда гитара тұр дейді. Біз гаражға қалай барамыз енді? Мына жақта біреу жүр. Тоқып қалам бана жерге. Тағы полиция шақырып жүр достар. Ё-мойо, секіріп қашайын мен. Ё-мойо, кеттім үйге. Осы жол үйге қашамын достар, үлгерсем үйге қашатын болам достар. Жаңағыларды тапсырайын, мен қымбат нәрселер алдым ғой. Ё-мойо, тез болсаңшы, аяғыңды бассаңшы. Спортпен айналыспадың ба не? Тез жүгірсеш бол. Так, достар, үйге барайын. Мына гитараны ұрлауды біз келесі бөлімге қалдырайық достар. Себебі дейтін уже болмайтын секілді. Біз ломбардқа бірінші тапсырып келейін. Мен өттім ба не? Мен гитараны алған жоқпын ғой. Так. Welcome back. Саумайкым. Так, мынау $50, мынау 933, 21. Нормально достар, нормально саттым. Бәрі жақсы сатты. Жарайды достар, мынау келесі жаңа гитараны ұрлайтынды келесі бөлімге қалдырайық достар. Мынау 3-ші бөлім болатын, 4-ші бөлімде біздер гитара ұрлайтын боламыз достар. Сіздер каналға тіркеліп, астында подписаться кнопкасын міндетті түрде бас достым. Және де лайк басып каналға, осы каналға комментарий жазатын боламыз осы видеоның астына достар. Келесі видеода кездескенше достар. Йоу!